Барлығыңыз да білетін шығарсыздар, матаны осылай екі бүктеп, ішкі жағынан пішетін боламыз. Мінекей лекаланың барлығын осылай жайып алдым. Маған 3 метр мата кетті. Осы тұрысы 48 размер. Мінекей барлығын осылай көрсетейін. Штапель матаны жуып, үтіктеп барып пішетін боламыз. Енді қараңыздар, лекаланың барлығында осындай насечка болады, осындай сызық. Осы сызықты үшбұрыш қиып шығамыз осылай. Содан кейін бізде бормен немесе ручкамен белгіленгенізге ыңғайлы болады. Қараңыздар, әне бачокпен алдыңғы бойда екі насечка тұр, екеуі бір-біріне тігіледі деген сөз сонда. Сол үшін керек бұл. Қараңыздар, лекаланың барлығында осы сызық тұр, міне стрелка астыға қарап, бұл бізде долевая нить деп немесе нить основы деп аталады. Бұл бізге не үшін? Мына жерде матаның бізде кромкасы тұр ғой, міне тігінен. Мына біздің сызықтарымыз соған параллельно жату керек. Бұны біз былай көлденеңнен қойып піше алмаймыз. Мына сызық қалай тұр? Міне осылай көлденеңнен піше алмаймыз. Міне осы матамыздың кромкасына параллельно пішетін боламыз. Не үшін біз бұны лекаланың қалай болса сол қойып піше алмаймыз, себебі матамыз созылып кетеді. Сол үшін осы заңдылық бойынша пішуіміз керек. Енді қараңыздар, лекаланың жан-жағын бәрін бормен немесе осылай ручкамен сызып алдыңыздар ғой. Мына насечканың орнында сызып кетеуді ұмытпаймыз. Бұл осылай бір-біріне жалғау үшін бізге көмекші. Енді қараңыздар, матаны екіге бүктеген кезде бір жағы осылай ашылады, ал бір жағы ашылмайды ғой. Бұл сгиб деп аталады, бүктеу. Демек біз спинканы мына жерде со сгибом деп жазып тұр. Осы бүктелген жерге қоямыз, сонда бізге пішіп алған кезде арқамыз осылай бір бүтін болып шығатын болады, ашқан кезде. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы көрсетейін. Сгиб деген жерге пішіп алдық қой. Ашқан кезде осылай ортасында ешқандай тігіс болмай бір бүтін болып шығатын болады. Енді мына бізде мына көліктің боковой бар ғой, жеріп тұрған жер, мына сол деталь. Енді бұл жеріп тұрған жер тағы да көбірек болсын десеңіз, осылай ортасынан бөлесте екіге ашасыздар. Сонда біздің сборкамыз көбірек болады. Бұны сіздер ашпай қойсаңыздар да болады. Лекалада сразу осылай көп кеңдікке беретін болам. Енді қараңыздар, мына жерде бачок спинка мен мына жерде заднее полотнище деп жазып тұрады ғой. Бачоктарды бір-біріне тігеміз, содан кейін мынаны жиырып, осы бачокқа тігетін боламыз. Шатасып кетпес үшін сразу мына полочка тігілетін жақты П деп белгілеп кетеміз. Екеуіне де, екінші арт жағына да П деп белгілеп қоямыз. Бұл бізде полочкаға тігіледі деген сөз. Енді рукавты пішетін боламыз. Мына жағын долевая нить деген айттым ғой, осылай пішуге болмайды. Осылай түзуінен қойып пішетін боламыз. Мына рукавтың үстіндегі насечканы да белгілеп кетеміз. Бұны міндетті түрде белгілейміз. Рукав тіккен кезде қараңыздар, осылай екеуі бір-біріне осылай келу керек. Міне бұл насечканың орны тура осы иықтың ортасына тігілетін болады осы насечка. Мына иттердің дауысы, балалардың дауысы тура нервімді ойнатып отыр. Видео түсірейін десең үстіт. Қараңыздар, лекалада мына бәрін насечканы белгіледік қой. Соның бәрін осы қайшымен 4 мм-дей қиып шығатын боламыз, кішкене ғана. Себебі біздің ручкамыз үтікпен өшіп қалады қазір. Сол үшін осылай қиып өтеміз кішкене.
Қараңыздар, мен лекала бойынша барлығын пішіріп алдым. Менде енді 2,5 метр кетті да, енді жарты метр қалды менде 3 метрден. Енді қараңыздар, бізде мына талиясында байлайтын не бар ғой? Соны пішіп алатын боламыз. Байлайтын байлауыш. Бұны енді тіксеңіздер де болады, тікпесеңіздер де болады, өздеріңіз білесіздер. Мен тігетін боламын. Сол үшін оның ені, мысалға мата 2 бүктеліп тұр ғой. Кромка жағынан өлшеп аламыз, 11 сантиметр өлшеп аламыз. Міне біреуін өлшеп алдым, бұл бір жағы, және де тағы да өлшейміз. Екінші жағына 2 керек бізге. Осылай 11 сантиметрді өлшеп аламыз да, қолмен жырта саламыз. Штаппен мата түзу жыртылады. Неке белдігіне пішіп алдық. Енді тағы да кішкене матамыз қалды. Оны қазір біз бейка жасайтын боламыз. Қараңыздар, жеңінде мынандай сары болып тұрады. Бізде сол жеріне тігеміз. Және егер сізде аверлік жоқ болса, ішкі тігістерін бәрін бейкамен жабатын боламыз қазір. Аверлік тігетін болсаңыз. Қараңыздар, бейка деген негізі осындай болады. Бұл бізде хб матадан. Қазір осы бейканы біз қолдан жасайтын боламыз. Міне тігісімізді осылай жауып тұру керек қой. Сол үшін пайдаланамыз. Қараңыздар, енді бейка деген осылай көлденеңнен немесе тігінен пішілмейді. Бұл бізде 45 градуста осылай қисығынан пішіледі. Себебі бізде бұл созылуы керек. Қазір осы тұрған матаның барлығын осылай қисығынан пішіп шығатын боламыз. Мінеки барлығын сызғышпен осылай сызып алдым дайындап. Бұлардың ені 3,5 сантиметр деп алдым. Енді бұның барлығын қиып шығамыз да, бір-біріне тігеміз де, жаңа бейка сияқты ұзын қылып жасаймыз. Осылай тігіп шығатын боламыз үш бұрышынан. Сонда ашқан кезде дүзі болып шығады. Мінеки барлығын қиып алдым. Келесі сабақта бір-біріне тігуді көрсететін болам. Бұнымен біз айттым жаңа, рукавтың шетін тігеміз. Және де тігістеріміз тігеміз ішіндегі.